Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең сәтті болып шығатын сырникидің рецептісімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге сүзбе қажет. Оны осылай қолмен езгенде қолға жабыспайтындай, яғни құрғақтау болу қажет. 9 немесе кем дегенде 5% бола береді. Менде үйдің сүзбесі. Ең бастысы ол сулы болмау қажет. Біз оған бір жұмыртқаны жарып саламыз да, оны блендермен езіп аламыз. Бізде бір келкі масса болу қажет. Яғни бір түйір қалмаған сүзбемізге шым-шым тұз, бір ас қасық ұн және 10 грамм ванильный қант қосамыз, яғни ол бір ас қасықтай болады. Және 2 ас қасық қант қосамыз. Егер тым тәтті болған қаламасаңыз, бір қасық қоссаңыз да болады. Сосын жақсылап осылай араластырамыз. Егер сулау болып жатса, тағы да кішкене ұн қоссаңыз болады. Бірақ менде көріп тұрғаныңыздай құрғақтау, сондықтан мен ары қарай қосымша ұн қоспаймын. Осылай бір келкі масса етіп араластырып аламыз. Сосын тақтамызға немесе бір жұмыс орнымызға осылай ұнымызды сеуіп, қолымызда ұнға малып, бір ас қасықтай осылай қамырымыздан, яғни сүзбемізден алып, осылай домалақтап формасын келтіреміз. Сосын кішкене ұнға осылай малып, пышақпен немесе мен сияқты осылай домалақ формамен біздің сырникиміздің формасын келтірсеңіз болады. Сосын үстінен жаймендеп қолмен немесе пышақпен де баса отырып формасын келтіреміз. Тым қалың болмау қажет, себебі қалың болса сырникиңіздің ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Осылай барлық сырникиміздің формасын келтіреміз. Осылай дайындап қойған сырникимізді ұн себілген ыдыстарға осылай жақсылап қойып дайындап қоямыз. Енді табамызды отқа қойып, майымызды құямыз және оған сары майды саламыз. Сары майда пісіретін болсаңыздар, дәмді болып шығады. Сосын май қызған соң осылай сырникимізді қойып шығамыз. Үстінен қақпағын жауып, төмен отта 4 минуттай осылай пісіреміз. Енді аударамыз. Ең басты осы жерде байқайтын нәрсе, ол май тұрған жерде әдемі болып қызарады. Егер майсыз болған жерде болса, осылай кішкене күйіңкірейді. Сондықтан осыны ескере отырып, табаңыздың май бар жеріне сырниктерді қойып пісіріп алғаныңыз жөн. Екінші бетіне аударамыз да, дәл солай қақпағын жауып, тағы да 4 минуттай пісіріп аламыз. Сол уақыттан кейін қызарған осылай сырниктерімізді қағаз салфеткаларға қойып, артық майын сылтып аламыз. Егер қатты қызармаған болса, сарылау болса, тағы да 1 минутқа осылай қақпағын жауып қойып алсаңыздар болады. Яғни ары қарай да қызарту үшін осылай қақпағын жабамыз да пісіріп аламыз. Дайын болған сырниктерімізді қағаз салфеткаларға қоямыз. Осылайша сырниктерімізді балмен немесе вареньемен, кез келген соуспен берсеңіздер болады. Таңғы асқа керемет болады, өте тойымды, әрі балалардың сүйіп жейтін сырниктері. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, әрі ең сәтті рецепт, әрі толығымен де пісіп шығады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар.